Сәлем достар, бүгін көкөністерден салат дайындаймыз. Бізге қажет заттар: пияз, қырыққабат, қант, тұз, кориандр, сәбіз, қияр және ащы қызыл бұрыш. Қырыққабатты екіге бөліп, видеодағыдай турап аламыз. Майдалап турап алған қырыққабатымызды ыдысқа салып, екі қолмен жақсылап мыжып аламыз. Сәбізімізді майда теркадан өткізіп аламыз. Сәбізімізді қырыққабаттың үстіне саламыз. Қиярымызды екіге бөліп, майдалап турап шығамыз. Туралған қиярымызды сәбіздің үстінен салып шығамыз. Бір ас қасық тұз, қант және 2-3 дана сарымсағымызды пресстен өткізіп салып шығамыз. Жарты ас қасық уксус, менде 70%, және үстінен бір ас қасық су құйып шығамыз. Сөйтіп қақпағын жауып қоямыз. Қыздар, біз кориандрды майды құймай тұрып саламыз. Пиязымызды майға қуырып алып, үстінен қызыл ащы перісті салып, қуырылған майымызды салаттың бетіне салып шығамыз. Екі қолымен жақсылап араластырамыз. 1-2 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Міне достар, осындай дәмді әрі иісі әдемі болып шықты. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.